Әзіл әлемнің майталманы Жанатбек Байтековті көрінбей кетті деп жиі айтады көпшілік. Мафия мен тақия театр арқылы көрермен көңілінің төрінен орын алған әртіс сахнаға шығуының сирегенін былай деп түсіндірді. Ол өліп қалған жоқ, бар актерлар бар. Бірақ енді біз осы бір жылда 2 концерт өткіздік, сонымен сәл тоқтап қалған себебіміз бізден бір 3 актеріміз кетті. Ол кісілердің өзінің тәртібіне байланысты кеткен болатын. Байтеков мырзаның титығына тиіп, мұндай әрекетке баруына себеп гастрольдік сапардағы актерлардың жауапсыздығы болған көрінеді. 40 күн мысалға мен оятам мысалға актерларды. Енді біздер мысалға баяғыда Борын шоуда істеген кезде, Тамашада істеген кезде біздер ат тұрып, мысалы үлкен кісілер келе жатыр десе ат тұратымыз оны. Білмеймін, қазіргі жастардың түсінігі сондай ма, ондайды қабылдай алмадық. Көп жерге концертке ол жарайды, ұйқы бөлікте концертке келгенде адам сондай немен шығу керек қой. Ол жоқ болды, адам ол бойынан көрінген жоқ. Турсыз сахнаға шығайын деп отқанда тапсырылған заттар жоқ, тапсырылған дүниелер жоқ болған екен. Ол бір қайталанған жоқ, екі қайталанған жоқ, ескертілді. Алайда актер бұрынғы әріптестеріне мүлдем өкпелемейді, тек өнердің салмақтылығын түсінсе екен дейді. Рахмет, ол жігіттерге де осы менің шәкіртіммін деп айтады екен. Сахнада жүрсе де, той томалақта жүрсе де. Ол жақсы, адам жүрегіне жол табады, жылытады, но бірақ сахнаға келгенде, жұмысқа келгенде тәртіп басқалай болу керек еді. Өткен іс өтті. Жанатбек Байтеков қазір мафия мен тақияға жаңа актерлар іздейді. Шулатып, кастинг жасамай, осы өнер академиясынан барып таңдағым келеді. Мен өзім соны барып, көріп, қарап жүріп алған жақсы көремін, асықпай. Көрерменді күлдіріп, жан рахатына бөлейтін мафия мен тақия ғұмырлы болсын.